Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда жеті нанның рецепті. Бұл жеті нан ашытқысыз дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте жеңіл және тез дайындалады. Міндетті түрде қайталап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажеті бір жұмыртқаны араластыру қажет. Оған жылы бөлме температурасында тұрған 200 мл кефир, яғни айранды қосамын. Оны да араластырамын. Бұл жерде сода мен тұз қосылып кетті. Жарты шай қасық, тек видеоға түспепті. Үлкен қасықпен қант қосамын. Тағы да араластырамыз. Үлкен қасықпен сұйық май қосамын. Ұн қосамын. Ол енді ұнның сортына байланысты сізге плюс-минус 400 грамм кетуі керек. Араластырамын, одан кейін қолмен елей берсек болады. Аз ғана ұн сеуіп, қамырымызды осылай елеп аламын да, 7 бөлшекке бөлемін. Барлығын бөлгеннен кейін дөңгелектеп, яғни шар дөңгелек жасаймын да, 10-15 минутқа қойып қоямын. Бетін жауып қою қажет. Он 15 минут өткеннен кейін қамырымызды елей берсек болады, яғни жеті нанымызды. Қатты жұқайда емес, және қатты қалыңда емес болу керек. Қатты қыздырылып тұрған майда, яғни табадағы майда, тез арада пісіріп алу қажет. Өте тез піседі. Қасынан кетпеуге тырысыңыз, болмаса күйдіріп аласыз. Сонымен жеті нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.